Өз қиындықтарыңды ешкімге айтпа. Себебі олардың 80%-на сенің қиындықтарың қызық емес, ал қалған 20%-ы сенің қиындықтарыңа керек десең іштей қуанады. Бастаған ісіңе айналаңдағылар күле қараса, жетістікке жеттім дей бер. Мақсатыңды жазып отыр. Көп мақсат алма. Бірнеше мақсат жетеді. Бір мақсатқа жеткеннен кейін жаңа мақсат қой. Бүгін уақыт жоқ, ертең көңіл күйің жоқ, ал тағы бір күні біз де жоқ боламыз. Ештеңені ертеңге қалдырмаңыз, қазір өмір сүріңіз. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір болмайды түңілуге, мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып хақың бар жүгіруге. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе. Болашағын қатты уайымдаған адам бүгінгі күннің бақытынан айырылады. Бүгін ешкім істегісі келмеген іспен айналыссаң, ертең ешкім қол жеткізбеген жағдайда өмір сүресің. Егер барлық тыйымдарға мән беретін болсаңыз, онда ешқашан жетістікке жете алмайсыз. Уақыт өткен сайын көргенде шын қуанатын адамдардың қатары сиреп бара жатқанын байқаймыз. Сізден өздері сұрамайынша ешкімге ақыл айтпаңыз. Адамдар олар үшін істеген жақсылықтарыңызды ешқашан байқамайды. Есесіне олардың айтқанын бір рет орындамасаңыз, оны ешқашан ұмытпайды. 1000 шақырым жолдың өзі алғашқы қадамдардан басталады. Адамдар барлық нәрсенің бағасын біледі, бірақ құндылығын емес. Адамдарға шын көңілден міндет қылмай жәрдем бер, бірақ жалқаулармен еріншектерге емес. Бәріміз кәрілік келмей жатып, бақытты өмірдің дәмін сезінуіміз керек. Өмірде қандай жағдай болмасын, адамдық қалпыңды сақтауды ұмытпа. Жаныңдағы жанашырыңды, сенің бар қатеңді кешіріп, саған қамқорлық танытқаны үшін оны алақаныңда аяла. Өйткені өмір бізді ондай адаммен бір-ақ рет жолықтырады. Өмір жолыңызда кездескен адамдар сізге бекер жолыққан жоқ. Олардың біреулері сізге өмірлік сабақ әкеліп, сізді шыңдай түссе, ал біреуі бақыт пен қуаныш сыйлайды. Ешқашан біреудің өткеніне күлмеңіз. Өйткені сіз де өз болашағыңыздан бейхабарсыз. Айналаңның бәріне құрметпен қара. Мейлі сені ренжіткендер болса да, сонда сен басыңды тік көтеріп жүретін боласың. Әрекет мыңдаған қажетсіз айтылған сөздерден артық. Ішкі жан дүниеңізді өзгертпейінше, басқа елге көшіп кетсеңіз де, басқа адаммен жолықсаңыз да, келбетіңізді өзгертіп тастасаңыз да, бақытты бола алмайсыз. Кейде өмір сізді өзіңіз қалаған адамдармен емес, сізге керек адамдармен жолықтырады. Олар сізге қиындық тудырып, махаббатын сыйлайды. Кейде өмірлік сабақ үйретіп, жаныңызды жаралайды. Сонда сіз нағыз болғыңыз келген адамға емес, болуыңыз керек болған адамға айналасыз. Тіліңді, байлығыңды қорғағандай қорға, сонда өзіңе қатысы жоқ нәрселерді сөз етпейсің. Бір адамнан жылулық күтіп, өмір бақи қиналғаннан гөрі, онымен қоштасып, бір-ақ рет қиналған артық. Бақытты болғың келсе, адамдармен дүниеге байланбай, мақсаттарыңа қарай қадам бас. Өзгеге істеген жақсылығың да, жамандығың да міндетті түрде өзіңе қайта оралады. Бұл ешқандай жаза да, сый да емес. Бар болғаны әлем солай жаратылған. Адамның нағыз болғаны қандай тамаша. Өліміне дейін ешкімді бақытты деп айта алмаймыз. Өмір баспалдақ тәрізді. Биікке шығарда жолыңызда кездескен адамдармен сәлеміңіз түзу болсын. Сонда баспалдақпен қайта түсер жолыңызда өздері сізге қолдарын созатын болады. Тағдырдың ең үлкен сыйы жаныңда сенің барыңа шүкір дейтін адамның болуы. Күлейікші, әрқашан күлейікші, бұл дүниенің қадірін білейікші, әр күн сайын Аллаға шүкір айтып, бақытты боп жадырап жүрейікші. Я Алла, қиыншылық келсе, сабыр мен төзім бер, бақыт берсең бағалауды қосып бер, бір өзіңді ұмытпаған пенденің жүрегіне иман нұрын төгіп бер. Жаратқан біздің кіммен бақытты болатынымызды біледі. Сондықтан керек емес адамдардан айырып, басқа жандарға қосады. Мен туралы көптің не ойлайтыны маңызды емес. Маңыздысы Алла разы болса болды. Қатты уайымға салынба, бұйырғаннан қашпайсың, жан аман болса, кез келген қиындықтан өтесің.
Қазақ жолдасын жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой. Жаны мен жаны үндес, ойы, арманы үйлес, егіз адамбыз дегені ғой. Қазақ айтады, қызым жақсы болса бір бақыт, ұлым жақсы болса мың бақыт, келінің жақсы болса шын бақыт. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Дүние бір қисық жол бұраңдаған, бақ тайса елге дәулет құралмаған, күніне 99 бәле көрсең, сонда да күдер үзбе бір Алладан. Бәрі қолайлы уақытты күтеді, ал уақыт ешкімді күтпейді. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Өзіңді жаман сезінген жерге еш қашан қайта оралма. Бір рет көмектесуден бас тартқан адамнан қайта көмек сұрама. Бір рет саған қиянат жасаған адамды қайта жаныңа жолатпа. Бір кішкентай баладан сұраған екен, кешіру деген не деп? Сонда әлгі баланың берген жауабы, кешіру деген ол гүлдің үстінен қанша таптаса да жұпар иіс шығарып тұруы депті. Өміріңді басынан бастай алмайсың, бірақ оны басқаша етіп, өзгертіп жалғастыра аласың. Пессимистердің қорқынышы, ал оптимистердің арманы орындалады. Өмір мұхит, уақыт толқын. Жетістік кілті, басқалар ұйықтап жатса оқыңыз, басқалар қол қусырып отырса еңбек етіңіз, басқалар ойнаса дайындалыңыз, басқалар тілеп жатса армандаңыз. Егер кері шегінсең, өкінетін боласың. Сол үшін батылдана алға ұмтыл. Артыңнан түкірсе, демек сен алдасың. Өмірдегі ең маңызды нәрсе басқалардың айтқанына қарамастан өзіңе сену. Сен берілмегенге дейін жеңілген жоқсың. Ойланып толғанған адамға ғана ақыл дұрыс жол көрсетеді. Сөйлеуді үйренгенің өскенің, үндемеуді үйренгенің ақылыңның кіргені. Планетадағы әр адам өз ақылымен ойланып, өзгенің пікірінен тәуелсіз шешім шығара білуі керек. Құлшынысың күшті болу үшін мақсатың айқын болуы тиіс. Өзінің не үшін өмір сүріп, не үшін жұмыс істеп жүргенін әрдайым жадында ұстайтын адамдардың мотивациясы жоғары болады. Олар жай ғана әрекет етпейді. Өздері үшін маңызды нәрсеге талпынады. Сол себепті мақсатың мен басымдылықтарыңды анықтап алудың мәні зор. Одан соң соған сәйкес әрекеттер мен міндеттерді таңдайсың. Жұмысбастылық пен тиімділікті шатастырмаңыз. Егер мақсатыңызға бір табан жақындатпаса, сіздің қанша нәрсе жасап үлгергеніңіз маңызды емес. Тиімділік дегеніміз атқарған жұмыстарыңыздың саны емес, сапасы. Аз да болса өз ақылың болсын. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі контентті қолдай отырыңыз. Қарағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.